Наурыз кездесулер аясында робототехника мен авианауканы дамыту мақсатында бізде оқушыларға, жалпы білім беру мектептерінің оқушыларына және де Назарбаев мектептерінің оқушыларына арналған мастер-класс болып өтті. Ол мастер-класста біз квадрокоптерлерді құрастыру және де оны автономды ұшыруға дайындап программалау сияқты мастер-класстар болып өтті. Қазіргі таңда Қазақстанда авианаука саласы аса қарқынды дамымаған. Сондықтан Ресей және Англия сияқты елдермен даму үшін бізде осы квадрокоптерлерді алғызып, осы Түркістан облысының оқушыларына, осы Назарбаев мектебінің оқушыларына жаңа жағдай жасалып жатыр. Болашақта Қазақстанда осы авианаука және робототехника саласын дамытуға үлес қосады деген ойдамыз. Біздегі дрон Geoscan Pioneer деп аталады, орташа размердегі дрон. Оны біз Geoscan Pioneer Station деген бағдарлама ортасында, бағдарламады UA тілінде. Ең біріншісінде әрине фейлдар болды. Сол арқылы біз өзімізді дамытып отырдық. Ұшу аппараттары меніңше қазіргі таңда барлық жерде қажет. Өйткені кез келген жерде біздің болашағымыз меніңше сол ұшатын аппараттарға байланысты деп ойлаймын. Болашақ мамандығымды осымен байланыстырамын. Өйткені мен SpaceX-қа, яғни Tesla компаниясына барғым келеді.